Сәлем достар, біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бауырды бұзатын 8 нәрсе. Бірінші, бат. Баттың көмегімен денсаулықты реттеуге болады. Бірақ жарнамадан жылт еткеннің бәріне жүгіре беру бауырды бүлдіреді. Құрамы денсаулығыңызға сай таңдалмаған бат бауыр циррозына соқтыруы мүмкін. Тек дәрігердің кеңесімен ғана қолданған дұрыс. Екінші, тәтті сусындар. Құрамы фруктоза, қант, химиялық қоспалар мен дәмдеуіштерден тұрады. Ешқайсысының пайдасы жоқ, тек бауырыңызды бүлдіреді. Үшінші, алкоголь. Алкоголь де ағзадан оңайлықпен шыға салмайды. Кез келген алкоголь өнім бауырдың ең бірінші жауы екенін түсінсеңіз. Келесі, артық салмақ. Артық салмақ жинағанда тамыр қабырғаларында, бауыр жасушаларында қабынулар пайда болады. Нәтижесінде зат алмасу бұзылады. Келесі, ол көктамыр арқылы железі құяр алдында жақсылап ойланыңыз. Білікті дәрігермен кеңесіңіз, себебі қан аздықты да темір жетіспеушілікті де олай емдемейді. Салдары бауырды бұзуға дейін соқтыруы мүмкін. Келесі, ол парацетамол. Парацетамолды жиі тұтынуға болмайды. Дене қызуын парацетамолсыз да түсіруге болады. Келесі, фастфуд. Фастфуд жегенмен трансмайлар жиналады. Олар ағзадан оңай кетпейді, керісінше жинала береді. Бауырға кесірін тигізеді. Мөлшерден тыс қант, ол артық майдың жиналуына ықпал етеді. Салдарынан токсиндердің сыртқа шығуы бәсеңдеп, өт бөліну, май, белок, көмірсу алмасу бұзылады. Бауыр ағзадағы ең үлкен фильтр. Оның дұрыс жұмыс жасауы басқа да органдардың сапасына әсер етеді.